Сәлем, мен бүгін осы шелпектің рецебімен бөліспекпін. Бірінші сүт құямыз. Жылы болу керек. 1 кесе, сосын жарты кесе су құямыз. Ол да жылы. 1 қасық тұз, 1 қасық разрыхитель, 2 шай қасық қант салып, араластырып алып, үстінен ұн қосамыз. Және қолмен қамыр илейміз. Үстінен ұн салып отырамыз керегенше. Қамыр қолға жабыспайтын, видеода көрсетілгендей қамыр шыққанша ұн қосып, осылай араластырып илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді шамалы бетін жауып 15 жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Одан кейін алып 7 бөлікке бөлеміз. Және осылай видеода көрсетілгендей қолмен дөңгелек етіп жасап аламыз. Жетеуінде дөңгелек жасап осылай дайындап алғаннан кейін бір-бірден алып жайып шығамыз оқтаумен. Жұқалап жаямыз. 2 мм сондай қалыңдық жетеді. Даже 1 мм. Одан кейін қысып тұрған майға салып, 2 жағын аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша істеп көріңіздер, жұмсақ болып шығады. Шелпек дайындау өте оңай. Шелпектеріміз міне осындай болып шықты. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.